Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерменен осындай әдемі болып шығатын ұйғыр мантысын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге салқын су, 1 шай қасық тұз және де ұн қажет болады. Тұзды суға салып, жақсылап араластырып, ұнға шетінен біртіндеп отырып құйып, осындай қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырды міндетті түрде қатты қылып илеу керек, себебі сол кезде мантыларымыз езілмей, жыртылмай, дана-дана болып, әдемі болып шығады. Қамырды илеу барысында осылай қолымыздың көмегіменен ары-бері созып, жақсылап илейміз. Сол кезде қамырымыздың арасында түйіршіктер қалмайтын болады. Және де ең бастысы қамырымыздың иі қанады, ал иі қанған қамырменен жұмыс жасау оңайырақ болады. Сондай-ақ қамырымызды илеу барысында арасын осылай қолмен ашып тексеріп аламыз. Себебі қамырымыз қатты болып иленгендіктен арасында түйіршіктер бірікпей қалуы мүмкін. Қамырымызды жақсылап илеп, июін әбден қандырған соң, шамамен жарты сағаттай уақытқа тындырып қоямыз. Келесі кезекте салмасын жасауға кірісеміз. Мен сиыр фаршын пайдаланатын боламын. Сіздер қалауларыңыз бойынша етті қолдан турап қоссаңыздар да болады. Пиязды осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Пиязы неғұрлым көбірек болса, мантымыз соғұрлым сочный болып піседі. Барлық ингредиенттердің мөлшерлемесін описанияда қалдыратын боламын. Мантымыз құрғақ болып қалмас үшін мен тартылған құйрық майдан қостым. 1 ас қасық тұзымызды, туралған пиязымызды және де қара бұрыштан салып, ең алдымен пиязымыз бен қара бұрышымызды жақсылап езіп, суын шығарып, араластырып алатын боламыз. Кейін барлығын бірге араластырамыз. Мантымыз сочный болу үшін үстіне су құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды алып, жақсылап, иін қандырып, қайталап бір илеймізді, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат өткен соң, қамырымыз дайын болған соң, яғни осылай 4 ұзыншақ етіп 4 бөлікке бөліп аламыз да, қамырымызбен жұмыс жасауды бастаймыз. Осындай кішірек бөлшектерге бөліп, оқтаудың көмегіменен жайып шығамыз. Екі шетін басып отырып жаямыз, яғни қамырымыздың ортасы емес, екі шеті жұқарақ болуы қажет. Мінекей қамырымызды осылай жайып болған соң, мантыларымызды түйуге кірісеміз. Нанымыздың ортасына салмамызды салып, қолымыздың көмегіменен қамырымыздың екі шетін кезек-кезек осылай қайыра отырып түйетін боламыз. Қамырын дәл осылай түйу шарт емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Ең соңында шетін осылай астына қарай қайырамыз. Үлгі ретінде тағы да біреуін көрсетіп өтейін. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей осыменен біздің мантыларымыз дайын болды. Енді мантаваркамызды майлап, осылай араларын ашық етіп салып шығамыз. Себебі піскен кезде көлемдері үлкейеді, сол кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Беттерін майлап, қайнап тұрған суда 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Одан көп ұстаудың қажеті жоқ, себебі салмамыз да, сыртындағы қамыры да сол уақыт аралығында пісіп үлгереді. Мінекей біздің мантыларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай, қамыры бір-біріне жабыспай, жыртылмай, өте әдемі болып шықты. Сіздерге де ұнады деген үміттемін. Олай болса, комментарийге өз пікірлеріңізбен бөлісе кетсеңіздер болады. Міндетті түрде оқып шығамын, және де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беремін. Назар қойып видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Әсем.